Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын, баршаңызға рахмет. Бәйтеректің мықтылығы бұтағының ұзындығымен емес, тамырының тереңдігімен, ал адамның бағы артындағы ұрпағымен бағаланады деседі. Балаларым барым, немерелерім балым, шөбере шөпшектерім, ол менің бағым деп, жаратушы Алланың арқасында өсіп өнген, жайқалып жайнаған ұрпақтарыңыздың қызық, қуаныштарына куә болып, уайым қайғысыз ғұмыр кешіңіздер. Алланың берер жақсылығы көп болсын. Амин. Қазақта әке тұрып ұл сөйлегеннен, шеше отырып қыз сөйлегеннен бездеген нақыл сөз бар. Оның мағынасы қазіргі жастардың ата-анасын сыйламауы, ата-ананы сөйлетпеуі, ата-анасынан бұрын сөйлеуі. Біз қазақ ата-ананы, үлкендерді құрметтеген, үлкеннің алдын кесіп өтпей, олардың бір ауыз сөзіне тоқтаған халық едік. Қазіргілер шетінен көсем, данышпан. Ата-ана ақыл айтса, оны теріске шығаратын, өздері білмейтін, білгеннің тілін алмайтын мәңгүрт екені бәрімізге аян. Әке-шеше оларды емес, олар әке-шешені туғандай боп көсемсіп сөйлейтін, кері кеткен бала мен кесір келін боп жатқанына кім кінәлі деп ойлайсыз? Әрине өзіміз. Баланы бесігінен түзей алмасақ, балаға түзу тәрбие бере алмасақ, кімнен көреміз? Айтыңызшы. Қызыңды қадірле. Бір қызы бар үйге жаратқан Құдай 12 берекеттің есігін ашып, бәлекеттің қақпасын жауып қояды екен. Қызын төрінде сыйлаған жанұяға жаппар еміз таудай ризық несібе жіберіп, еліктей қызын елемеген елді Алла тағала да ескермейді екен. Берекеттің бесігіндей болған бәйшешектей қыздарымызға деген сый құрметіміз арта түссін ағайын. Себебі олар бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Ат биеден болғанда алып анадан емес пе? Халқы үшін тау көтерген толағайлар да алтын құрсақты анадан туады. Саналы елмен сапалы ұрпақтың өзегі болған асыл аналарымыз аман болсын десек те, қызғалтақтай құлпырған қыздарымызды құрметтейік. Ұрпағым аман болсын десең, ұлыңды тәрбиеле. Ұлтым аман болсын десең, қызыңның қадіріне жет.